Егер сіз қазір балам тоймай жүр деп қосымша смес беріп жүрген келіншек болсаңыз, онда уақыт өте келе сіздің омырау сүтіңіз азая береді де, балаға беретін смесіңіз көбейе береді. Себебі сіздің омырауыңызда сүт постоянно келіп тұру үшін стимуляция болу керек. Стимуляция дегеніміз, яғни бала омырауды ему керек. Өйткені әйелдің омырауының ұшында арнайы рецепторлар бар. Бала емген кезде ол рецепторлар миға сигнал береді. Бізге сүт керек, сүт шығар деп. Ал егер де сіз қазір қосымша смес беріп жүрген болсаңыз, соответственно, сіз бір тәуліктің ішінде баланы мысал ретінде 15 рет емізу керек болсаңыз, оның 5-еуін немесе 10-ын сіз орнына смес беретін болсаңыз, демек, омырау ему процесін сіз өткізіп жатырсыз. Яғни, омыраудың ұшын стимуляция жасауы азаяды. Демек, уақыт өте келе сіздің омырау сүтіңіз азая береді. Егер де қыздар, сіздер қазір смес беріп жүрген болсаңыз, толыққанды омырау сүтіне ауысқыңыз келсе, немесе омыраумен емізуге қатысты қандай да бір проблемаңыз болса, Алла қаласа 30 маусым күні, осы понедельник күні мен арнайы тікелей эфир өткіземін. Ол жерде мен омыраумен сауатты емізу туралы өте көп пайдалы ақпарат беретін боламын. Міндетті түрде қатысып, үйреніп алыңыздар. Эфирге қатысу үшін қыздар осы видеоның астына немесе менің жекеме 2 санын жазып жіберіңіз. Сол кезде бот сізге арнайы сілтеме береді. Сол сілтемеден өтіп, арнайы біздің группаға WhatsApp чатқа тіркеліп алыңыздар. Өйткені эфирдің болатын күні, уақыты, бүкіл информация, бүкіл ақпарат сол чатта берілетін болады.